кредит қазақтарды ұятсыз қылды. Өйткені бұрын кредитім бар дегенде біз айтпай ешкімге жасырып айтпайтынбыз, счетымыз арестке түссе ойбай деп. Ал қазір датовой ұятсыз болдық. Бізге коллекторлар біздің кредитіміз туралы құдамызға звондап айтты. Сенің құдаңның кредит үшін сенің счетыңды арестке қойды. Сол құдағымен айда айтсамыз. Бұрын мысалы адамдар баласы кредит алса, оны ешкімге айтпайтын. Қазір наоборот маған келгенде бүйтіп айтады. Мен 6 баланың анасы, мен бейшара көп балалы ана, бәленбай кредитке кіріп кеттім. Оны көршісіне де айтады. Мен бейшарамын, мен кредитке кіріп кеткем, мен сорлымын, маған көмектесіп жіберіңдер бәрі. Ана бейшаралығын жер дүниеге хабарлайды. Маған консультацияға келетін адамдар цыганский почтамен келе береді бірінің артынан бірі. Не іздеп келеді? Назар іздеп келеді. Ой, айналайын жаным, кіріп кеттің ба? О, банктер оңбаған, біздің заң оңбаған. Давай осыны былай шешейік деп айту керек оларға. Кредит алған адамдарға заңгердің көмегі емес, ең алдымен психологтың көмегі керек. Сол үшін де мен заң мен психологияны араластырып консультацияға келген адамды қарыздан шығып кетуіне мүмкіндік жасап отырмын. Психологияны 5 жыл сол үшін оқыдым.